Сәлем қыздар, біз Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз. Бізге 5 жұмыртқа, мында подсолнечное масло мен миндальная мука, мында мука мен разохранитель және де сахар қажет болады. Ендеше техникамызды бастайтын боламыз. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып барлығын бірге миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін қыздар, бұл көтерілгеннен кейін кішкене көтеріледі қазір миксерлегенде. Содан кейін барып сахар қосамыз. Белогымыз көтеріліп жатыр. Енді осыған сахарымыз саламыз, ақырындап салып отырамыз, тағы да араластырамыз. Тесталарыңыз осылай ағару керек. Сахар мен яйца мінекей дайын болды. Енді осыған миндальная мука, подсолнечное масло, мука мен разохранитель осыларды салатын боламыз. 2-ге не болмаса 3-ге бөліп салсаңыздар болады. Мен 2-ге бөліп салдым. Подсолнечное масло мен миндальная муканы араластырып алыңыздар, себебі тұнып қалады. Енді осыны лопаткамен араластырамыз. Аны араластырып жатқан кезде арасында ұндар қалып қалмасын. Осылай араластырып отырамыз да, тестаны басып алмау керек. Түбін араластырамыз. Основным түбінде қалып қалады. Ең оңай, ең нежный тестамыз. Астынан үстіне қарай араластырып отырамыз. Екінші бөлігін саламыз. Подсолнечное масло мен миндальная мука және де онымен разохранитель. Ондарыңызды міндетті түрде ситодан өткізіңіздер. Осыны лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай дәл осылай араластырып отырамыз. Біздің тестамыз дайын. Енді осыны 22 диаметрлі формаға бірдей етіп 2-ге бөліп саламыз. 2-ге бөліп пісіріп аламыз. Мен противинді майламаймын, керек емес, тестаның ішінде майы бар, сол үшін жабыспайды. Бетін тегістеп шығамыз. Енді осыны 170 градуста шамамен 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Қыздар, біздің тестамыз пісті, дайын болды. Шет-шетін осылай пышақтың көмегімен ажыратып, содан соң бар формадан шешіп аласыздар. Енді қыздар, крем дайындаймыз. Кремге бізге панна сливки, сгущенка және де мұнда мынаның ішінде кокосовый крошка бар, одан кейін шоколад белый, одан соң масло бар. Масло мен шоколадты водяной баняда кішкене ертіп аламыз да, суығаннан кейін кокос қосасыздар. Осындай етіп дайындап қоясыздар. Ал мұнда бізде ішінде вафельный крошка, миндаль және шоколад қосқанмын бұл тестамызға торттың арасына. Ең бірінші 300 грамм сливкиді осыны миксерлейміз. Қоюланған кезде ғана қалған заттарымызды ақырындап қосамыз. Жайлап қоюланып жатқан кезде дайындап қойған массамызды қосамыз аз-аздан. Дайындап қойған массамызды саламыз. Кокосовый крошка, белый шоколад және де майымызды енді осыны миксерлейміз. Содан соң сгущенкамызды қосамыз.
Сгущенка қыздар, айналайын тірі желание болсын, қолдана бересіздер. Неге сгущенкамызды қосып және миксерлеп аламыз. Креміміз қойып, плотно болу керек. Неге біздің креміміз дайын болды. Миксерлеп алдық. Енді кремімізді жағып, тортымызды жинап алу ғана қалды. Торттарыңыз тегіс болу үшін осындай кольцода жинасаңыздар, торттарыңыз теп-тегіс болып шығады. Жаңағы екі бөліп пісірген корждарымызды, әр коржымызды екіге бөлеміз. Мен сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін дайындап қойғанмын. Мінекей, екі үлкен ас қасықпен кремімізді салып, тегістеп жайып шығамыз. Содан соң осы дайындаған вафельный крошки, миндаль шоколадымызды сеуіп, қайта коржымызды орналастырамыз. Екі ас қасық кремімізді салып, жағып шығамыз. Кремдеріңіз ровно жетеді, қыздар, артылмайды. Екі тортымызды жинап болдық, кольцомызды шешіп, бетін бір тегістеп аламыз. Енді осыған қыздар кокосовый стружканы сеуіп, тегістеп алдым, кокосовый стружканы сеуіп шығамыз. Торттарыңызды рафаэлла, клубника, малина болсын, любой затпен украшить ете бересіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз, қыздар. Сіздерге сәттілік. Тортымыз дайын.